қуаныштымыз. Сіздер ұзақ жасай беріңіздер. Біздің бүлдіршіндерімізді қызығын тамашалай берсін деп сіздерді қазір шақырып отырмыз. Бүгінгі мерекелеріңізді шамалы болса да шырақ жағып бір шуағымызды шашайық деген ниетпен. Сондықтан осы біздің 3-ші Б сыныбының оқушыларының дайындаған әдеби музыкалық сіздерге ұсынымдарын қабыл алыңыздар. Балалар, бере қойыңыздар. Дариялар, білімнің шежіре берсін дариялар, кең пейіл, өресі биік, дархан көңіл, біздерге асыл жандар аял болар. Сәлеметсіздер мен құрметті ата-әжелер, ұстаздар, оқушылар, сіздерге ашық аспан зор денсаулық, қажырас қайрат. Тілейміздер болса, ата-әулеттің тілегі, әже ұрпағының мен oyunlar aytardı, gerçek ısınancarım. Besin yüce
Бізде осындай әжетайым бар міне. Адалар әр бізге бақыт саналар. Еңбегі ешітпейтін өмірде енің ол мен қызым. Есімізге түсе қоймайды ғой. Отбасы сөзін қалай түсінесіз? Отбасы сөзін қалай түсінесіз? Отбасы, ата, апа, әже, бауыр, бір мемлекет. Мемлекет бір отбасында өмір сүріп, олар тату-тәтті іздегі ұрпағын өнегелі өсіруге тырысады. Бәрі тату-тәтті өмір сүрсе, ол отбасы ең мықты, күшті отбасы болып есептеледі. Ең бақытты отбасы болады. Сондықтан отбасы деген осы әкенің тәрбиесі өзінше әр нәрсенің өзінің орны бар айналайында. Бақытты болу. Әулетімнің ұрпағы, өскен менің әулетімнің тілегі, өсіп келе жатқан елімнің ұлы, өсіп келе жатқан ер жігітім, халқының азаматы, өскен, өркендеп, дамып өсе береді. Есімізге түсе қоймайды ғой. Отбасы сөзін қалай түсінесіз? Отбасы сөзін қалай түсінесіз? Отбасы, ата, апа, әже, бауыр, бір мемлекет. Мемлекет бір отбасында өмір сүріп, олар тату-тәтті іздегі ұрпағын өнегелі өсіруге тырысады.